Достар, қалайсыздар? Бүгін бізде жаңа сабақ. Сабақтың аты паттерн. Свечной паттерн дейді. Трейдингте паттерн дегеніміз не? Паттерн деген бірнеше шамдардың қосындысынан туылатын фигура. Сол фигура арқылы трейдер баға қаяққа баратынын айта алады. Бұл да бір көмекші ретінде, бұл да бір осциллятор немесе индикатор сияқты бізге бағаның бағытын көрсетеді. Бүгінгі сабақта біз үш түрлі паттерн туралы айтып өтеміз. Бірінші ол міне двойное дно немесе двойная вершина. Паттерн арқылы біз бағаның қайда баратынын, немесе жоғарыға немесе төменге кететінін бағытын біле аламыз. Мысалға двойное дно деп, осыны таңдайық, двойное дно деп мына суретте көрсетілгенде міне осындай болады. Төменгі осьте екеуі оста болған кезде баға разворот жасап жоғары кетеді. Яғни бізде қазіргі моментте биткоиннің, бізде биткоин 103 мыңдай болып тұр. Міне осы паттерн бізде мына жерде ойнап тұр да, міне негізі. Баға кейбіреулері осы жерден точка входа осы жерден кіреді, кейбіреулері осы жерден кіреді. Мен көбінесе осы бағыттарда кірем, өйткені полное подтверждение болу үшін. Бізде двойное дно мына жерде көрдіңіздер ме? Кеткен. Содан кейін коррекционный движение болғанда ары қарай баға осы жерден бізге кетіп отыр. Немесе бізде двойная вершина деген бар. Двойная вершина жаңа суретте көрсетілгендей, бұл наоборот. Ондайды қазір сіздерге. Міне мысалға мына жерде бізде двойная вершина бар. Бір вершина, екі вершина, содан міне баға кеткен, осыдан баға төмен кеткен. Осы жерден баға құлаған, отыграла. То есть бізде 8% баға төмен кеткен да. Бұл двойная вершина дейді. Видео ұзағынан болмау үшін мен сіздерге қазір коротко түсіндіріп айтып кетейін. Алған мына жерде сол кеткен двойная вершина. Мына жерде мысалға баға осы жерге қайтадан түскен, осы жерден төменге созатын болсақ, бізде 17%-ке құлаған баға. Мына жерде мысалға двойной дноны да көруге болады бізде. Міне баға осы жерден кеткен. Баға осы бойымен ары қарай өсіп кеткен. Бұл жерде процентный соотношение өте көп табысқа. Мысалы осы жерден кірдік деп есептеңіздер. Мына жерде бізде 64%-ке өскен баға. Осы райондардан кірді деп есептейік. Міне сіз кірдіңіз, баға төмен кетті, одан қайтадан жоғары кетті. Міне. Ендігі паттерн бізде чашка с ручкой деген паттерн бар. Міне мынау осындай. Оны мен сіздерге қазір көрсетіп берейін. Чашка с ручкой деп нені айтамыз. Биткоиннің бағасы 18 жылы $3200 болып тұрған кезде осы жерде чашка с ручкой болды. Көрдіңіздер ме? Міне түсті, көтерілді. Міне мынау чашка, мынау ручкасы міне. Баға содан кетті жоғары. Яғни, егерде осы паттернды қолдансақ, міне мынау импульс болды. Импульс болған, содан кішігірім боковик, осы жерде мысалға сіздер кірсеңіздер, бұл жердегі процент өте көп, 141%-ке өскен баға. Міне осы жерде де бізде чашка с ручкой, міне чашканың өзі, ручкасы жоғары кеткен баға. Бұл паттерн өте сирек кездеседі, бірақ көрген кезде қолдансаңыздар болады. Бірақ тағы да естеріңізге сала кетейін. Паттерн болсын, қандай да бір вспомогательный қосымша бір индикатор болсын, осциллятор болсын, бұның бәрі 100% сіздерге гарантия бермейді. Бұның бәрі жай ғана
бағытты анықтауға берілетін ориентир. Ал енді келесі паттерн бізде голова плечи дейді. Ағылшынша айтқанда head and shoulders, шампунь head and shoulders деп бар еді ғой. Соның аудармасы голова и плечи. Бұл паттерн ол мынандай болады. Бұл паттерн суретте көрсетілгендей. Қазір сіздерге көрсетіп берейін. Оның да перевернутый болады. Мына жерде міне бізде голова и плечи, мына левое плечо, мына басы. И міне. Көрдіңіздер ме? Мына басы биік болады. И сонымен баға төмен кеткен міне. Есептейтін болсақ, бұл жерден кірдік деп есептейік. И баға мына жерге дейін барған. Бұл жерде 26% баға төмен кеткен. Вот голова плечи деп осылай салынады, көрдіңіз. Яғни екі жағы кішірек болады, иық сияқты. Анау басы биік болады. Қазір сіздерге тағы да мысал ретінде тауып көрейін. Қай жерде бар бізде голова плечи деген. Бізде голова плечи перевернутый бар. Міне екеңіз. Бір плечосы, басы, плечосы и баға осы жерден кеткен жоғары. Жерде мысалға кірген лонг бізде 6% өскен. Бүгінгі паттерн қысқа енді түсіндірдім енді барынша. Мен сіздерге басында көрсетіп едім ғой. Паттерн двойное дно деген. Осы жерде мен лонгқа көрдім. Қазір телефондағы приложение арқылы көрсетем. И баға осы жерге мен лонгқа кірдім. Лонгқа кіру себебім біріншіден бұл жерде двойное дно, екіншіден RSI бойынша біз перепроданность болды. Үшіншіден вообще общая тенденция бізде лонговый. Әрбір вершина, лонг болған кезде әрбір максимум келесі қозғалыста ол обновляться етіп. Сол сияқты мынаны обновить етеді деген ой бар. Осы төңірек қазір осы жерге келуі мүмкін, осы жерге келсе, менің есебім бойынша баға баратын жері бірінші 104.500, 106, үшінші 108 и 110. А может 112.500-ге де бару мүмкін. Мен осыны күтіп отырмын. Баға осы жерге келгенде мен стоп лосс қазір осы жерде тұр. Оны без убыток қоя саламын. Баға резко төмен түсіп кеткен жағдайда мен өзім кірген депозитімнің по нулям шығып кетемін да. Енді көреміз қазір ары қарай қалай болатынын. Міне кешеде тағы бір мысал келтірейін. Кешеде осы жерде двойное дно болды. Мен осы жерден лонгқа кірдім. Әлі лонг позициядан осы төңіректе міне мына жерде көрсетілгендей. Осы жерден лонгқа кіргем. Мен соны күтіп отырмын. Менің бағытталған менің ойымша баға осы төңірекке келеді. Немесе осыған кеп тіреліп қайттан төмен кетеді, немесе осы жерден ары қарай негізгі ойым 115, 117, 118 мың долларға дейін бару керек биткойнның бағасы.